достар, сіздермен бірге Жаннұр Аймұханова каналы. Бүгін біз сіздерге жай ғана үй рецепттермен оңай медовый торт пісіруді үйрететін боламыз. Ол үшін бізге маргарин, 2 жұмыртқа, 150 грамм қант және де бал. Ескертетіні бұл искусственный, яғни жасанды бал болуы керек. Сода, ұн керек болады. Ал біз ендеше медовый тортымыздың корждарын жасайтын боламыз. Біз ең бірінші пампушканы аламыз. Оны кәдімгі газдың үстіне қойып ертетін боламыз. Мен тезірек еру үшін осылай тураймын, яғни тез ериді. Мінекей. Осыны мен газдың үстінде ертемін. Мінекей біз осылай майымызды ертеміз. Мінекей біздің майымыз еріді, біз оған жарты қасық сода саламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Енді оған 4 қасық бал құямыз. 4 қасық бал құю міндетті емес. Егер балдарыңыз көп болса, торттарыңыз соншалықты песочный болады. Оны жақсылап араластырамыз. Және де оған 150 грамм қантымызды қосамыз. Бұны всегда араластырып тұру, яғни әрдайым араластырып тұру міндетті. Себебі қантымыз қатты күйіп кетпеу керек. Қантымыз күйіп кетпеу керек. Мінекей біздің қантымыз толықтай еріді. Газдың астын өшіріп, суығанша күтеміз. Мінекей біздің тестамыз толықтай суыды. Қатты суудың керек жоқ, жай жылы болса жеткілікті, жұмыртқа піспейтіндей. Енді біз осыған 2 жұмыртқамызды бірінші біреуін салып жақсылап араластырамыз. Енді екінші жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Енді екінші жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығу керек, яғни сұйық. Енді оған өзіміздің ұнымызды қосамыз. Араластырып тұрып, жаймен ұнымызды саламыз. Мінекей біздің массамыз, яғни қою болды. Енді осыны біз қамыр қылып илейміз. Естеріңізде болсын, қамыр қатты емес, жұмсақ болу керек. Мінекей біз осылай қамыр қылып илейміз. Мінекей біз бағана қамырымызды осылай 4 бөлікке бөліп иледік. Енді осыны жаятын боламыз. Осылай дөңгелек етіп жаямыз. Онды көбірек себе беріңіздер, себебі біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан бұл біздің тақтайымызға, не оқтайымызға тез жабысып қалуы мүмкін. Осыны 150 градуста пешімізге пісіреміз. Біз коржигімізді пісіріп алдық. Енді осындай тарелканың бойымен өлшеп кесеміз. Естеріңізде болсын, коржик суып қалмай тұрып, түсіре салысымен кесу керек. Мінекей бізде осындай нәзік, әрі жұмсақ коржик шықты. Енді осылай барлығын пісіріп аламыз.
Біз өз қоржіктерімізді пісіріп алдық және де оның шетін мына тарелка арқылы кестік. Оның шетінен қалған үгінділерді оқтай арқылы үктік және де біз мына кремге үй қаймағы мен сгущенканы қосып араластырдық. Негізі бұл тортқа кез келген крем барады. Заварный крем не болмаса сливкимен. Маған өз басым сгущенкамен және де қаймақпен араласқан крем ұнайды. Ал біз енді тортымызды жинаймыз. Одан бетіне кремді жағамыз. Мінеки. Бұл тортты кешкі асқа дайындап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді әрі өте нәзік шығады. Мен сіздерге 100% кепілдік берем. Егер сіздерде торттың көлемі пәс болса, бағанағы қосқан қант, не бал, не болмаса маргаринді 2 есе көлемін көбейтсеңіздер болады. Осылай үстіне жинай береміз. Тортымызды жинадық, оған толықтай өз кремімізді жақтық. Енді оның бетін печенье үгінділермен, яғни жаңағы дайындаған үгінділермен сәндейміз. Мінекей біздің тортымыз дайын. Ол өте нәзік әрі өте дәмді шықты. Мен сіздерге 100% кепілдік берем, жасап көріңіздер. Қазір бірге дәмін көреміз. Қараңыздар, қандай нәзік. Мінекей, ол өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер, мен сіздерге 100% кепілдік берем. Сау болыңыздар.